Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге сметаниктің ең сәтті рецептісін ұсынбақпын. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздерде де ең бірінші жасағаннан шығатынына сенімдімін. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып қойыңыздар. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға қамырды илеп аламыз. Оған бізге ұн, разрыхлитель керек, секер, май және де бір жұмыртқа керек. Осылай құрғақ ингредиенттерді салып аламыз да, жақсылап бір араластырып жіберіп, тоңазытқыштан шыққан сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Осылай майды ұнға секерге араластырғаннан кейін бізде осындай крошка пайда болады. Одан кейін бір жұмыртқамызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Бізде қамырымыз осылай жұмсақ әрі қолға жабыспайтын болып шығады. Одан кейін таза салафанға салып, тоңазытқышқа 30 минутқа 40 минутқа қойып қоямыз. Осы уақыттың аралығында біздер сметаниктің салмасын дайындап қоямыз, яғни начинкасын. Оған бізге қаймақ, секер, жұмыртқа ғана керек. Осы 3 ингредиентімізді құрғақ таза ыдысқа салып, жақсылап бір келкі масса шыққанға дейін жақсылап араластырамыз. Осы салмасын шаншқының көмегімен немесе видеодағыдай венчикпен араластырсаңыздар да болады. Бізде бір келкі масса шықса болғаны. Одан кейін дайын болған қамырымызды екі бөлікке бөліп, бір бөлігін осы табамыздың астыңғы жағына түгелдей қолымызбен жайып шығамыз. Және де қалған екінші бөлігімен табамыздың айналасына бортигін жасаймыз. Осылай қолымызбен әдемілеп жасап болғаннан кейін, жаңағы дайындап қойған салмамызды ішіне ортасына жақсылап құйып, 180 градуста 40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей бізде сметанигіміз дайын. Піскен кезде осылай қатты көтеріліп тұрады. Осылай пышақтың көмегімен табамыздан ажыратып аламыз. Өте оңай ажыратылады. Одан кейін сәл суығаннан кейін кішкене ғана түсіп, сметаниктің бортигімен бірдей қалыпқа келеді. Сіздерге де дәл осы рецептімен жасауға кеңес беремін. Бір жасағаннан шығатын өте сәтті рецепт. Сіздерге менің рецептім ұнаған болса, видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп қолдау білдіріп қойыңыздар.